Тұрсынбаева ауруханаға 825 тыныс алу аппаратын жібердік деп сүйінші сұрады. Бұған дейін ауырған халыққа көмек көрсету мақсатымен аппарат алған айтыскер біраз адамға үлгі болды. Айнұр ханымға қосылып біраз адам ақша жинады. Сауапты іске атсалысқан барша жанға алғыс айтқан Айнұр Тұрсынбаева бұл идеяның қайдан туғанын айтты. Менің жегеме дәрі сұрап жазған адам саны көп еді. Мен Түркияда жүріп, Сәтжанды ертіп алып, дәріхана араладым. Дәріханада тұрған аппаратты көрдім. Бұл неде салу аппараты дейді. Сөйтсем өкпесі қысылған жұртқа оттегі береді ең қажетті дүние екен. Бағасы 200 мың теңгенің шамасында. Ойбай-ау, бағасы қанша? 200 мыңның көлемі. Ой, жұртты шыбын шақырып бара жатқан аурудың емі түкке тұрмайтын ақша ғой құрсын. Осыны алайық дедім. Бағасы жақсы екен деп осы аппаратты алуға күш салдым. Менен кейін дәулет қолға алды. Инстаграмды бір шулатып жатып, 25 аппаратты сатып алдым. Ертесіне Қайрат Жолдыбайұлы хабарласып, мән-жайды білді де ақша жинауды бастап кетті, деді ол. Тұрсынбаева, егер дәрігерлер осындай аппарат керек деп ертерек айтқанда, біраз адамды аман алып қалуға болар ма еді деген ой жеткізді. Ауру күзде де қайталанады деп жатыр. Олай болмаса екен деп тілейміз. Бірақ қамсыз жатуға болмайды. Бір үйден 4 өлік шыққанын көрдім. 3 блогер жиналып 825 аппарат алғанда кәсіпкерлер 30-50 аппарат ала алады деп ойлаймыз, деді Тұрсынбаева парақшасында. Айтыскер алған аппараттарды елге жеткізу, тарату мәселесімен президентке үндеу жолдап, көмек сұраған еді. Шенділердің қолдауымен аппараттар межелі жерге жеткенін айтып сүйінші сұрады. Кімнен қалай ақша жинағанымызды, қалай сұрағанымызды айтпай-ақ қояйын. Ақша аударған халыққа қолдау көрсеткен барша жанға алғыс айтамын. Алла дәрежеңізді өсірсін, деді айтыскер.